Балалар, математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз есепті шығару, шамаларға амалдар қолдану. Бірінші есеп, есептерді шығар. 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан және тағы 2 шатырға 6 саяхатшыдан орналасты. Шатырға барлығы қанша саяхатшы орналасты? Есептің шешуін жазып алайық. 3 кіші шатыр 4 саяхатшыдан, 2 шатыр 6 саяхатшыдан. Барлығы қанша саяхатшы болғанын табу керек. Ең алдымен шешуінде 3 пен көбейту 4, жауабы 12. Екінші шатырда неше адам болғанын табу үшін 2 көбейту 6 дейміз, жауабы 12. Барлығын табу үшін 12-ге 12-ні қосамыз. Жауабы шатырда барлығы 24 саяхатшы орналасты. Ә тапсырмасын өздерің орындап көріңдер. Б тапсырмасында 6 дәптерге 48 теңге төленді. Осындай 8 дәптерге қанша теңге төлеу қажет екенін тауып көріңдер. 6 дәптер 48 теңге болса, 8 дәптер неше теңге болады? Шешуі 48-ді бөлеміз 6-ға, 8-ден 1 дәптер 8 теңге. Демек, 8 дәптер табу үшін 8-ді көбейтеміз 8-ге. 64. Жауабы 64 болады. Б тапсырмасы. Екінші тапсырмаға өтеміз. Тік төртбұрыштың ені ұзындығынан 2 есе кем. Ауданы мен периметрін тап. Периметр мен ауданы таппастан бұрын біз енін тауып алуымыз керек. Ені ұзындығын 2-ге бөлсек шығады. Ұзындығы 6 см болатын болса, оны 2-ге бөлеміз. Ені 3 см. Ол жерде периметрін табу үшін 3-ге қосамыз 6-ны, көбейтеміз 2-ге. Жауабы 18. Ауданын табу үшін 6-ға көбейтеміз 3-ті. Жауабы 18. Осылай келесі 4-ті және 8-ді табамыз. 4-ші және 5-ші есепті үйде шығарамыз. Үй тапсырмасы 47-ші бет, 4-ші және 5-ші есеп. Сабақ аяқталды осымен балалар. Сау болыңдар.